Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Алтын ұстаз 2026 жобасының бізде 2 күндік жобаның 2-ші күніне келдік. Яғни бұл жобаның басталғанына 1 апта болған болатын. Бұл жоба барысында 1000-ға жуық алтын ұстаздарымыз қатысып, Қазақстанның түкпір-түкпірінен 5 алтын ұстазды комиссия мүшесімен іріктеліп таңдап алған болатынбыз. Яғни бұл жоба барысында алтын ұстаздармен бірге 2 күн директормен бірге боламыз. Яғни жоба ұйымдастырушысы Алтын ханым, Ағмоншақ Нұртаза қызымен. Бүгін блог бізбен бірге өте қызық форматта болады. Және кешке құпия қонағымыз бар. Бірге болыңыздар. Әр күніңді бағала, өз жолыңды сарала, алға жылжы қарама. Болам десең бақытты, бос өткізбе уақытты. Бәрі де өз қолыңда, бәрі де өз қолыңда. Алтын ұстаз 2026 жобасының қатысушысының бірі бізге Наргиза ханым. Таңғы сағат 7-тен басталып, йогаға келдіңіз. Йогадан алған әсеріңіз қандай? Енді өзім бірінші рет қатысуым йогаға. Былай көретінмін, бірақ мүлдем қатысып көрмегем. Және бүгін біріншіден алғысымды айтқым келіп отыр Ағмоншақ ханымға осындай мүмкіндік бергеніне. Екіншіден жаңағы тренерге. Және жаңағы тренер 49 жаста немересі болғандықтан маған үлкен бір мотивация берді. Неге? Өйткені йога расымен жан тыныштығы, энергия, бүкіл денеміз қалай айтсам екен, бүкіл денеңді қыздырған кезінде, жаңағы жаттығуды жасаған кезінде күндікке энергия толтырып берді. Күндікке энергия толтырып берді. Өзімді керемет сезініп тұрмын. Мен әрі қарай да осы йогамен айналысқым келіп кетті негізі. Шабытым ашылып кетті йогамен айналысуға. Неге мен де айналыспасқа? Неге ол кісі сияқты 49 жасында жас көрініп тұр? Мен ол кісіні студентка деп ойладым негізі мысалға. Сол кісі сияқты көрінбеске, өйткені йоганың таңғы йога жаттығуы адамның денсаулығына пайдасы зор екенін мен бүгін толыққанды көзім жетті. Құрметті көрермен, бүгін Алтын ұстаз 2026 жобасының авторы мен Ағмоншақ Нұртаза қызынан өзінің бір кішігірім пікірін сұрайтын болайық. Қайырлы күн. Бүгін біздің Алтын ұстаз жобасының 2-ші күні сәтті өтіп жатыр. Міне табиғат аясында біз ұстаздарды ең бірінші таңғы жаттығу жасауымен бастап жатырмыз. Йога жаттығуын жасап жатырмыз. Ұстаздардың көңіл-күйі керемет. Менің де көңіл-күйім өте жоғары. Бізде таңғы сағат 7. Қазір біз жаттығулар жасағаннан кейін таңғы асқа барамыз. Жалпы бұл жобаны ұйымдастырудағы негізгі мақсат ол ұстаздарды жыл соңында демалдыру, шабыттандыру. Ұстаз шабыттанғанда шәкірттің жүрегіне нұр сыйлайтыны анық. Осындай мақсатта жасап жатқан жобамыздың 2-ші күні сәтті басталды. 1-ші күні өте керемет болды. Оны енді кісілердің өздерінен пікір алмасатын боласыздар. Бізде енді мынандай сұрақ болып жатыр. Алтын ұстаздар құпия қонақты кім екенін қатты білгісі келіп тұр. Сіз әлі айтып қойған жоқсыз деп ойлаймыз. Жоқ, бізде құпия қонақ бар. Оны бүгін кешке білетін боласыздар. Оны құпия атайып тұрғандай құпия бола берсін әзірше. Сонымен біз блогпен ары қарай өткізе берейік. Өткізе беріңіздер, сәттілік сіздерінде жұмыстарыңызға. Бұл 5 ұстаздың осындай жақсы демалуына, көңіл күйінің жоғары болуына, шабыттануына, өздерін жұлдыз сезінуіне камераның сыртында көптеген адамдар жұмыс жасап жатыр. Бұл менің командам. Командама алғыс білдірем. Рахмет. Біздің арамызда 2-ші директорымыз бар, ол Айжан ханым. Яғни Алтын ұстаз 2026 жобасының қатысушысы. Сізге арнайылап осындай тіктірген киімдеріміз, арнайы бөтелкеміз, арнайы шопперіміз сіздерге ол сыйға тартылады болады. Арнайы ары қарай өздеріңіз осы йогамен айналысу үшін, өздеріңізге уақыт бөліп, денсаулықтарыңызды күту үшін. Әрине, айтып жатырмын ғой мен сіздерге. Барлығын бір әр кішкентай заттың өзіне үлкен жауапкершілікпен қарап, біз ұстаз деген өзі жалпы сондай болмысымыздың өзі сол ғой. Жаңағы үлкен жауапкершілікпен қарап мән бергенсіздер. Әрбір киімімізге де, әрбір мынау жаңа айтып отыр ғой, жаңағы шопперларда беріп жатсыздар. Әр қайсына осы Алтын ұстаз 2026 деп тұрып жазып беріп, мен кеше бүйтіп ойлағам мынандай. Бір осындай Алтын ұстаз 2026 деген бір белгіміз болса екен бір жерімізде, сондай бір белгімен жаңағы жазумен бір нәрсе болатын шығар, алып қайтатын деп өзім солай ойлағанмын. Әрине біз барлығын осы жазумен, осы Алтын ұстаз екенімізді өзіміз сезініп алып жатырмыз. Ұйымдастырып жатқан командаға үлкен алғысым шексіз.
мен кеше өзімде сұрақ қойып жатырмын ғой сіздерге де, мына команданың жұмыс жасап жатқанына қанша уақыт болды деп. Барлығы прямо оперативно жұмыс жасап жатыр. Рахмет сіздерге. Рахмет сізге. Бүгінгі блогта бізбен бірге болыңыз. Бүгінгі күніңізді сәтті болуына тілектеспін. Ары қарай бізбен бірге болыңыздар. Рахмет көп. Біздің алтын ұстаздарымыз тек қана ұстаз емес, 1000 бір алған бишілер екен. Қараңыздаршы, тикток түсіріп жатырмыз. Қазір трендтегі. Қане, кеттік. Бірінен өткен сұлу да сымбатты, әрі икемдері де өте күшті. Тек қана ұстаз емес, өздері бір 1000 бір алған бишілер сияқты, я? Алтын ұстаз 2026 жобасының алғашқы күніндегі ерекше әсерлерімізбен бөлісіп, есте қалған әдемі сәттерді еске алайық. Алтын ұстаз 2026 жобасының қатысушыларын әуежайдан ерекше ықыласпен қарсы алдық. Алғашқы кездесудің өзінде жылы эмоция мен көтеріңкі көңіл күй сезілді. Таңғы ас үстінде ұстаздар жақынырақ танысып, еркін әңгіме мен шынайы күлкіге толы сәттер өтті. Кәсіби визажистер әр қатысушыға ерекше сән беріп, олардың табиғи сұлулығын одан әрі аша түсті. Қатысушылар қонақ үйге барып, аз уақыт тынығып, күннің келесі әсерлі сәттеріне дайындалды. Жол бойы бәрі бірге ән айтып, көтеріңкі көңіл күймен ерекше естеліктерге толы сәттерді бірге өткізді. Елордадағы әсем орындарда фотосессия ұйымдастырылып, есте қаларлық әдемі кадрлар түсірілді. Күннің соңы кино кешімен жалғасып, қатысушылар әсерге толы сәттермен әдемі аяқтады. Ал блогымыз біздің әрі қарай жалғасып жатыр. Біз қазір таңғы асқа келдік, алтын ұстаздарымызбен. Әрі қарай не болады, кіммен кездесеміз, сол туралы сұрап алайық. Иә, Айжан, біз қазір апайларымыз барлығы таңғы асқа кірді. Көңіл күйіміз өте жоғары. Жаңа ғана бізді Қазақстан ұлттық телеарнасы келіп түсіріп кетті. Ол кісілерден сұхбат алды, жалпы жобаның мақсаты туралы. Қазір бізден таңғы астан шыққаннан кейін бізге белгілі психолог Құралай ханым келіп өзінің ұстаздарды күйіп жанудың алдын алу туралы, жалпы шабыттандыру тақырыбында өзінің қысқаша тренингін өткізетін болады. Одан кейін біз ұстаздарымызды тағы да келесі тосын сыйларға алып барамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Алыстамаңыздар каналдан. Құрметті көрермен, біз қазір алтын ұстаздарымызбен таңғы асқа келдік. Қане көрейік, кеттік. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Ас болсын. Керемет таңғы ас болып жатыр ғой. Мен отырсам бола ма сіздермен? Ой, қандай күшті дейді. Алтын ұстаздармен бірге. Бүгінгі таңдарыңыз қалай атып жатыр, сол туралы қысқаша айтып кетсеңіз, Бүгінгі таңда біз бірінші ботаникалық саябаққа барып, дене жаттығуын жасадық. Одан кейін керемет энергиямен келіп, отелімізге таңғы ас ішіп отырмыз. Өте дәмді екен. Рахмет. Көңіл күйлеріңіз күшті ғой, Керемет. Ас болсын сізге. Қазақстан ұлттық телеарнасы Алтын ұстаз 2026 жобасы аясында арнайы репортаж түсірді. Таңғы йога жаттығуынан кейін ұйымдастырылған еркін форматтағы кездесуде жоба жетекшісі Ақмоншақ Нұртаза қызы 5 ұстазбен сұхбаттасып, олардың өмір жолы мен ұстаздық миссиясы жайлы әңгіме өрбітті. 20 минуттық сұхбат барысында қатысушылар білім беру саласындағы тәжірибелерімен бөлісіп, болашақ ұстаздарға мотивация беретін ойларын айтты. Алтын ұстаз 2026 жобасының басты мақсаты әр ұстаздың жұлдызын жағып, олардың еңбегін елге таныту, шабыт беру және қоғамдағы ұстаз мәртебесін көтеру. Жоба білім саласындағы жарқын тұлғаларды қолдап, олардың жетістігін кеңінен насихаттауға бағытталған ерекше бастама. Алтын ұстаз 2026 жобасының түскі уақытына келдік. Қазір біз Ардақ Аймаханмен алтын ұстаздарымызды стилистпен әрі визажистпен жұмыс жасайтын боламыз. Алтын ұстаздарымызды кеттік, бірге көрейік. Айта алмай ашылып сезімді, білдірмей жасырып сөзімді, армандап аңсадым өзіңді, бір өзіңді. Көзіңе қаратып көзімді, тыңдамай таусылған төзімді, сырларын ашатын кезім бұл жүрегімнің. Сүйемін, сүйемін, тек саған ғашық
ғашық жаным, білемін, мен үшін жаралдың, білемін. Сүйемін, сүйемін, алтын ұстаз 2026 жетеді жобасының жасыл қатысушылары ғаным. ерекше әсерге толы күн өткізді. Жоба аясында 5 ұстаз арнайы сән салонына барып, кәсіби мамандардың көмегімен образдарын жаңартты. Шаш үлгісін жасалып, ерекше макияж арқылы ұстаздардың сұлулығы айшықтала түсті. Кездесу соңында салон ұжымы мен жоба жетекшісі Ағмоншақ Нұртазақ қызының атынан қатысушыларға арнайы косметикалық бокс сыйға тартылды. Сонымен қатар кәсіби стилист қатысушыларға шағын шеберлік сағатын өткізіп, әр ұстаздың түр-түсіне сәйкес келетін киім түстерін таңдап берді. Бұл кеңестер олардың стильдерін жаңа қырынан ашуға мүмкіндік сыйлады. Іс-шара барысында жоба жетекшісі Ағмоншақ Нұртазақ қызы ұстаздарға құрмет ретінде арнайы шапан жауып сый құрмет көрсетті. Күннің әсерлі сәттері мұнымен аяқталмай, қатысушылар сән салонынан кейін фотостудияға жол тартты. Онда ұстаздар ерекше образда кәсіби фотосессияға түсіп, есте қаларлық әдемі суреттер жасалды. Алтын ұстаз 2026 ұстаздардың жұлдызын жағып, олардың ерекше болмысын танытатын шабытқа толы жоба. Әлсіздіктен емес пе, көздің жасы мөлдіреп шарада тұр жүрегінде, жар салған шара жатыр, ұл қызын бағып өзінің жары дөзі, мықты елдер көбейіп бара жатыр. Басқалардың бақытын сәл қызғанып, кейізде жан жүрегін қармыз қарып, жар құшағын аңсаумен жарым түнде. Қасымда менің қазір алтын ұстаз жобасының бір ерекше көзі әдемі қатысушысы, яғни Жанар ханым, яғни алтын ұстазымыз. Сіз қай қаладан боласыз? Рахмет, күшті комплимент айттыңыз маған. Мен Шымкент қаласынамын, дәлірек айтқанда Түлкібас ауданы Машат ауылынан келдім. Осы жоба барысында бір туй деп қалған сәтіңіз болды ма? Мүлдем болған жоқ. Туй деп қалатын сәтім, ертең кететін сәтім туй болайын деп. Біз де сіздерді қимаймыз. Қимай тұрмын. 2 күн бізге андай көп өтіп жатыр. Күшті атмосферада сіздермен бірге болып жатқанымызға. Рахмет. Сіздерге өздеріңізге ұнаса болды. Алтын ұстаздарымызды осылай біз еркелетіп жүреміз. Командадағы жұмыс істеп жатқан қыздар, жігіттерге алғысым шексіз. Керемет жұмыс жасап жатыр. Бәрі мәдениетті жоғары деңгейде. Рахмет. Алтын ұстаз 2026 жобасының қатысушысы Сымбаттым ханым, бүгін туған күніңіз тағы да бір құттықтағым келіп тұр. Туған күніңіз құтты болсын. Мен сізге бір қызық сұрақ қойғым келіп тұр. Сіздер осы жобаға қатысқаннан кейін бірінші кезеңнен өттіңіз, одан кейін екінші кезең сізге кәдімгі мұғалімдердің бір білімді немесе бір интеллектуалды сайыс ретінде көрдіңіз ба? Сол қызық болып тұр. Қалай ойладыңыз жобаны, не деп ойладыңыз? Енді жалпы мынау Ағмоншақ ханымды көріп отырған барша оқырмандар болсын, қазақстандықтар бәрі солай қабылдап тұр деп ойлаймын. Қаншалықты Ағмоншақ ханым бұл конкурс емес, екінші турында мұғалімдер демалады, ұстаз ретінде сезінеді деп айтып жатса да, халық қабылдай алмай жатыр. Өйткені мұғалімдерді әбден бәсекеге қойып қойған ғой, тек жарысады, жоба қорғайды деп. Біз де сол ойдан әлі шыға алмай жатырмыз. Қазір де жазып жатыр оқырмандарым. Бүгін ба жарыс, давай сәттілік, сол 5 ұстазды жеңуіңе тілектеспін деп. Білмеймін енді, олар қабылдай алмай жатыр. Бұл демалыс екенше, ал біз қабылдадық. Өйткені көзіміз жетті. Керемет, бізде қуаныштымыз. Бүгінгі күніңіз сәттілікке толы болсын. Рахмет. Сау болыңыз. Ал біздің жобамыздың біз ширек уақытына келдік. Енді біз Ағмоншақ ханымнан сұрайық. Яғни ұстаздармен қалай болып жатыр бүгінгі күн, өз эмоцияңызбен бөліссеңіз, ұстаздар қалай сізге әсер етіп жатыр? Мен өзім біреуді қуанту арқылы өзім қатты қуанатын адаммын. Ұстаздардың көзінен жанып тұрған нұрды көріп, ол кісілердің қуанышын көріп, үлкен бір эмоция өзімде бастан кешіріп жатырмын. Міне бүгін біз Саранг
орталығына келіп, бұл жерде ұстаздарымызды Ардақ мырзаның және ол кісінің командасы әрлендіріп жатыр. Сонымен қатар ол кісілерге кожасының типіне қарай кеңесін беріп жатыр. Қазір стилист келіп, киімге байланысты ақыл кеңестерін бөлісетін болады. Бұл жер нағыз әйел адамдарына, әйел азаматтарға қажет. Ең базовый минимум дейді ғой, енді қазіргі тілмен айтқанда қажет дүниелер. Ал бұндай жерге келгенде кез келген әйел заты құлпырып, жайнап, көздерінен нұр шашып, қуанып кетеді. Сол сәтті көріп, мен де сондай эмоцияда тұрмын. Енді тағы бір сұрақ қойсам, жалпы осы жобаны өзіңіз бір 3 сөзбен сипаттаңызшы. Әрине, ең бірінші кезекте ол шабыт, серпіліс, жұлдыз. Өте керемет. Осындай. Яғни біздің қазіргі осы жобамыздың әнұраны ол ұстаз болып жарқырау, мың жүрекке жол табу деген өте керемет өтіп жатыр. Ары қарай жалғастырайық. Бізбен бірге болыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің қазір студиямыздан өте әдемі, ерекше болып Наргиза ханым шықты. Сізге сұрағым, осы алтын ұстаз жобасын сіз қалай елестеттіңіз, соны өзіңіз елестеткен нәрсемен айтып беріңізші, ойыңызбен. Негізі мен сайыс болады деп ойладым. Қазір біз тағы да мен Ақманша ханымның көмекшісіне қайта мазасызданып жаза бердім. Біз не істейміз, сайысамыз ба, не алу керек, не дайындау керек деген секілдіші. Қазір барғаннан кейін ол жақ қарай тағы да бір, білмеймін, бәлкім өзіміздің сабаққа қатысты бір тәжірибемізбен бөлісу керек па деген секілді сондай бір ойлар қалыптасты. Бірақ келген кезінде мүлдем мен ойлағаннан да әлде қайда 360 градусқа өзгеріп кетті ғой. Бізде қазір стилист маман, яғни Ақтидар ханым. Бүгін стилист ретінде біз сіз таңдағанымызға өте қуаныштымыз, өйткені алтын ұстаздарымыз өте жарқырап, жұлдыз болып жатыр. Өзіңіздің бір осы алтын ұстаздарға таңдаған кезде, түс таңдаған кезде бір өзіңіздің ойыңызды бөліссеңіз, қалай болды ұстаздармен? Рахмет сіздер мені осылай сыйлап шақырғандарыңызға. Мұғалімдердің алдында сөйлеу кәдімгідей адамға дух керек екен. Өзімді мектептегідей сезіндім, қызық сезім. Мұғалімдерді мен Олмекен жіберген кезде Инстаграм парақшаларынан бәрін қарап шықтым. Как раз мен өзім Қытайда командировкада болғаным. Сол жақта жүріп түнімен отырып қарап шықтым. Мұғалімдер өте әдемі, өздеріне сай. Мен тек қана мастер-класс болсын деген жоқпын, өздеріне де пайдалы болатындай мастер-класс ретінде цветотип бойынша айттым. Өйткені цветотип бойынша бізде көп айтылмайды, көп адам білмейді қандай түс жарысатынына да. Цветотип бойынша талдадым. Әрқайсысы әртүрлі, жаңағы 4 мезгіл сияқты қыс, жаз, күз, көктем бөлінеді. Және екіншіден базалық гардероб. Біз көп жағдайда базалық гардеробты ұмытып кетеміз. Ел адамдар базалық гардероб неге десеңіз, ол стильдің негізі ғой. Ең бастысы базадан басталады. Рахмет Ақтидар ханым, бізге осы жерге уақыт тауып келгеніңізге. Қазір бізде боянып болды барлығы. Енді ары қарай фотостудияға баратын боламыз. Мейрамда гүл сыйлайды, көздің жасы мөлдіреп шарада тұр, жүрегінде жар салған жара жатыр. Ол қызын бағып өзінің жары дөзет, мықты әйелдер көбейіп бара жатыр. Өкініші жүрекке бір сыймайды, үмітімен өшіріп болшимайды. Өз-өзіне әперіп әшекейді, өз-өзіне мейрамда гүл сыйлайды, көздің жасы мөлдіреп шарады. Кеш жарық, құрметті көрермен, біз әлі блоктан алыстаған жоқпыз. Алтын ұстаздарымызбен бірге біз Қалибек Қуанышбаев атындағы театрға келдік. Алтын ұстаздарымыз қазір біздің Шәмші элегиясын, яғни қойылымын көретін болады. Бізбен бірге болыңыздар. Соңғы рет қашан театрға бардыңыз? Соңғы рет осыдан 4 жыл бұрын. Мәссаған. Оқушыларымды алып барған болатын. Одан кейін бір алып барамын деп жүрген кезінде мүмкіндік тумай қалды. Бір жағдайлар болып қалады, кейде бір
міне барамыз деп отырған кезінде тосыннан бір басқа жаққа кету керек болып қалды. Сонымен бір 4 жылдай уақыт болды. Иә, соңғы рет барған сол оқушыларымды алып барған болатын, шәкірттерімді. Осы Шәмші элегиясынан сізге күшті атмосфера тілеймін. Бұйырса, жақсы көңіл көтеріп қайтыңыз. Рахмет. Өзім де сол осы қойылымнан үлкен бір әсер тосудамын. Әсіресе Шәмшінің өмір жолы мен оның әуендері сахнада біз бәрімізге танымал ғой, енді Шәмшінің әуендері. Сол сахнада қалай көрініс табады екен, маған сол жағынан қызығырақ болып тұр. Ұстаз болу үшін 3 бір негізгі қасиетті атасаңыз. Адалдық, мейірімділік, қайсарлық. Саға не деген керемет сөздер. Рахмет сізге. Өте әдемі болып тұрсыз. Ары қарай көңілді кеш тілеймін. Рахмет сізге де. Ал құрметті көрермен, бүгін біз қазір кеш батты. Алтын ұстаз 2026 жобасының 2-ші күннің мәресіне жеттік. Яғни біз қазір Сандық ресторанына келіп, алтын ұстаздарымызбен бірге құпия қонағымызбен кездестік. Яғни қазір алтын ұстаздарымыздан осы құпия қонағымыздан не алды, пікір алмасты ма, қандай эмоциясы бар, өздерінен сұрайық, төменге барайық, кеттік. Алтын ұстаз 2026 жобасының біз мәресіне жетіп қалдық. Бізде қазір арнайы алғыс хаттарымыз бар. Ақмоншақ Нұртаза қызының атынан беріліп жатқан арнайы кішігірім гүлімізбен құттықтаймыз. Ал көрермендер, бүгін біздің қатысушыларымыздың бірі алтын ұстазымыз, директор әрі Айжан ханым. Бүгінгі осы жобаның мәресіне жеттік деп ойлаймыз. Біз қазір 2 күндік жоба туралы және де біздің құпия қонағымыз туралы 1-2 сөз айтсаңыз. Иә, әрине керемет. Бүгінгі құпия қонағымыз туралы айтайын. Құпия қонағымыз бізге өте керемет бір жаңа айтып жатырмын, рухани азық сыйлады, мотивация сыйлады. Ол кісімен бетпе-бет жүздесудің өзі бізге үлкен бір мәртебе болды. Мынау Алтын ұстаз 2026 жобасының бүгін біз сол негізі жоспарланған мақсатына, миссиясына жеттік деп ойлаймын. Сондай керемет ұйымдастырылған әлеуметтік жоба. Бұны ары қарай жаңағы өзімізде жасап көруге, осыны әлеуметтік жоба ретінде жүргізуге де бір үлкен ой салды, бізге түрткі болды. Сонымен қатар мынау ұстаз деген өз атында тұр ғой. Ғалым да, шахтер да, барлық мамандық иесі осы ұстаздардың алдынан өткен ғой. Сол ұстаздардың алдынан өткен біздің жаңағы енді барлық ұстаздың алдынан өткен бәріміздің шәкіртіміз ғой. Сол кісілердің бізге кешегі келген кезден бастап әнмен күтіп алатқанда, ол кісілерді ұстаздың алдынан өткен әншілер, одан кейін бар бізге жасап жатқан визажистер де, бізге жаңағы психолог та келіп көмек көрсетіп жатқан стилистер де, бізге бүгінгі мысалы жаңағы актерлар да, барлығы осы ұстаздың алдынан өткен тұлғалар бізге сондай көңіл күй сыйлағанына, ұстаздың мәртебесін тағы да біздің бір көтеріп жіберген бізге өте керемет қуаныш сыйлады. Мен осы ұстаз болғаныма еш өкінбеймін. Мен мамандығымды мақтан тұтып айта алатын дүние екенін, мамандық екенін тағы да бүгін бір ерекше атап өткім келеді. Өте керемет. Сіздің осы бір 2 күндік жобаңызда бірге болғаныңызға рахмет. Алтын ұстазымыз болып, мәңгі болып қала беріңіз. Сіздерге де үлкен рахмет, алғысымды білдіремін. Алтын ұстаз 2026 жобасы аясындағы жарқын күн әсерлі сәттермен қорытындыланды. Фотостудиядан кейін қатысушыларға арнайы марапаттау рәсімі ұйымдастырылып, жобаға белсенді қатысқан ұстаздарға Алтын ханым Ақмоншақ Нұртаза қызының атынан алғыс хаттар табысталды. Сонымен қатар Еду Мастер білім беру орталығы ұстаздарға кәсіби дамуға мүмкіндік сыйлап, өз қалауы бойынша кез келген білім курсынан өтуге арнайы сертификаттар ұсынды. Бұл ұстаздарға көрсетілген құрмет пен олардың еңбегіне берілген жоғары бағаның белгісі болды. Жоба барысында қатысушылар тек жаңа образ бен әдемі фотосуреттерге ғана емес, жаңа мотивацияға, шабытқа және өздеріне деген сенімге ие болды. Алтын ұстаз 2026 ұстаздардың жұлдызын жағып, олардың қоғамдағы орнын айқындайтын, жанға жылу сыйлайтын ерекше жоба. Әр ұстаз ел болашағын тәрбиелейтін шамшырақ. Ал бұл жоба сол шамшырақтардың жарығын одан әрі жарқырата түсті.
Алтын ұстаз 2026 жобасының авторы бізде Ақмоншақ Нұртаза қызы. Яғни өзінің жобасын ойдағыдай аяқтады ма, өзіңізден сұрасақ, иә? Ой, Аяжан, сен менің қазіргі не сезіп тұрғанымды сөзбен жеткізу өте қиын, себебі кез келген шараны ұйымдастырғанда өзіңе бір мақсат қоясың, ниет етесің, мақсат қоясың, бір сол мақсатқа жетуге әрекет жасайсың. Біз сол әрекет барысында осы 2 күнде үлкен бағдарлама құрдық. Соны минутымен, секундымен келістіріп, үйлестіріп, барлығын өз деңгейінде, одан да жоғары деңгейде ұйымдастырдық. Сол жүзеге асты. Ұстаздарға шабыт беріп, сұхбаттасып, бірге тамақ ішіп, білім саласындағы көптеген мәселелердің айтылып, соның шешу жолдарын талқылап, енді бұл сәт мен үшін өмір бойы есте қалады. Сондықтан да мен бұл жобаны керемет нүктесін қойдым деймін, және бұл бүгінгі ғана аяқталу. Бұның жалғасы міндетті түрде болады деп ойлаймын. Сондықтан барша келген ұстаздарға, бізбен бірге болған оқырмандардың барлығына алғыс білдірем. Ұстаздар бар жақсыға лайықты. Аман болыңыздар. Рахмет сізге. Өте керемет. Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген алтын ұстаздарымыз өте ойдағыдай 2 күндік жобамызды аяқтады деп ойлаймын. Біз блогымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Алтын ұстаз 2026 жобасы аяқталды. Бізбен бірге соңына дейін тамашалағандарыңызға алғыс білдіреміз. Сау болыңыздар.